Махаббат ескірмейтін жалғыз ұғым, баршаға ортақ бір сезім, өмірдегі ең ұлы құндылық деп жатады. Бұл ғашықтар күнін әр ел, әр мәдениет өзінше атап өтіп, өзінше құрметтеп, өзінше дәріптейді. Қазақстан үшін осы күн 15 сәуірге тұспа-тұс келеді. Бұл мерекені біз қозы көрпеш және баян сұлу, яғни ғашықтар күні деп айтамыз. Сіздермен бірге Сөйле арнасы және бүгінгі шығарылымда біз бұл мерекенің бастауында кім тұр, оның пайда болу идеясы қайдан туындады және мерекенің бүгінгі күнге дейін жеткен құндылықтары қандай, осыны талдайтын боламыз. Кез келген ұлы ой жай ғана қарапайым идеядан басталады. Бүгін бізбен сұхбаттасатын қонағымыз осы мейрамның негізін қалаушылардың бірі, қоғам қайраткері Дархан Мыңбай. Мерекенің туу идеясы қалай келгені жайлы тыңдап көрейік. Бұл идея елде, жерде әріптестердің ортасында әркез айтылып қалып жүретін. Бірақ соны жүзеге асыруға бір батыл шешім керек болды. Ал сондай шешімді жүзеге асыруға менің мүмкіндігім болды. Ол кезде лауазым облыс әкімінің орынбасары болатын, жастармен жұмыс, сондықтан да осы идеяны жүзеге асыруға біз кірістік. 14 ақпан мен 15 сәуір. Екі мерекенің үлкен айырмашылығы бар. Бірі сырттан келген үрдіс болса, екіншісі өз ішімізден шыққан төл мереке. Бірақ неге дәл сәуірдің ортасы? Бұл күннің таңдалуының да өзіндік бір мәні бар дейді қонағымыз. Бұның көп астары жоқ. Көктем деген енді шын мәнінде бұл табиғаттың оянуы, жаздың көркі құсыменен келеді, көктемнің көркі сезімдердің оянуымен келеді деген сияқты. Сосын күн күлімдеп шығып келе жатқан кезде көктемнің бір жайма-шуақ күнінде осыны өткізу таңдалды деп ойлаймын. Қозы мен баян тарихы нағыз трагедияға толы хикая болып есімізде қалды. Мұның себебі екі жастың қосылуына Баянның әкесі Қарабай түбегейлі қарсы болды. Ал бұл мейрам пайда болар кезде қоғамның реакциясы қандай болды? Бәлкім қарсылық білдіргендер де болған шығар. Оған қарсылық білдіргендер болған жоқ, және қолдағандар да болған жоқ. Бұны жеке жауапкершілікке алып өткізуге тура келді. Өйткені бұл жастардың сол жаңағы ең қарапайым, сол төмендегі қалың көпшіліктің ортасынан туындаған мереке болғандықтан ешкім оған қарсы болған жоқ. Біз ұзақ уақыт бойы махаббатты сырттан іздедік. Ақпан айында жүрекшелер мен ашық хаттарға толы өзгенің мәдениетін дәріптеп жүрдік. Бірақ біздің өз махаббат кодексіміз бар екенін ұмытып кеткендейміз. Қозы мен Баян бұл жай ғана романтикалық жұп емес, бұл қазақ рухының символы дейді Дархан мырза. Сонымен Валентиннің жүрекшелері және Қозы мен Баян күнінің құндылығы арасында қандай айырмашылықтар бар? Бұл шындығында да ол Валентин күні деген тмд елдерінде былайша енді еркіндік келген кезде әр ел өзінің жаңағы егемендігін алған кезде ол 90-шы жылдары тмд елдеріне де келді. Бұл жай ғана келген жоқ. Бұны алып келген бірінші іс адамдары, бизнес көзі деп қарады. Бұны тіпті діни сенім арқылы келді деп айтуға да болмайды. Бұл сол жаңағы бизнес арқылы жаңағы валентинкалар деп әртүрлі әлгі құттықтау хаттары болмаса бір ұсақ түйек бір жаңағы сыйлықтар сыйлау мәселесін соны шығарып өндіріп одан пайда түсіру қамымен алып келген нәрсе болды. Қозы көрпеш баян сұлу туралы айтып кетсек болады. Ол өйткені біздің сонау ерте замандарда бұл да сол жаңағы сол 13-14 ғасырда басталатын эпостық шығармамыз. Бұл тек қана қазақ халқында емес, бүкіл түркі халықтарында бар. Тіпті басқа да халықтарда да бар, әртүрлі болып аталады. Тіпті оқиғаларды әртүрлі. Бұның 30-ға жуық нұсқасы бар екен. Бұл Қозы көрпеш баян сұлуға ең махаббаттың жыршысы Мұқағали ақынымыз ән арнаған. Тіпті Абайдың өзі осы Қозы көрпеш баян сұлу туралы жазып алған нұсқасын, оны кейін Потанинге сыйлаған деген бар. Бұны анау Радлов деген ғалым, одан кейін Шухан Уәлиханов, тіпті мынау Әуезов, одан кейінгі мынау ғалымдарымыздың біздің барлығы зерттеген. Өйткені бұл шын мәнінде бір алтын қазынамыз, алтын қорымыз. Қазақ әдебиеті махаббат хикаяларына өте бай. Жібек пен Төлегеннің сұлулығы, Еңлік пен Кебектің ерлігі,
қалқаман мен мамырдың сағынышы. Осының бәрі біздің рухани қазынамызда бар болғанда, неге таңдау дәл осы қозы мен баянға түсті? Неліктен біз ұлттық махаббат символы ретінде дәл осы жұпты таңдадық? Біліп алайық. Қозы көрпеш баян сұлуды мына түркі халықтарының барлық тармақтарының барлығы да бұны жақсы біледі. Әрқалай аталуы да мүмкін, кейде бір кішкене өзгерістері де бар, бірақ қозы мен көрпеш, қозы мен баян сұлуды жаңағы білмейтін түркі жұрты жоқ деуге болады. Сондықтан да осы неғұрлым көбірек танымал болғандықтан осы есімдерді екеуін атап таңдауға тура келді. Біз бүгін 15 сәуірдің мемлекеттік, қоғамдық және әлеуметтік маңызы туралы көп сөйлестік. Бірақ кез келген үлкен идеяның бастауы шағын ғана шаңырақтан болады емес пе? Осы мерекенің авторының шаңырағында 15 сәуір қалай тойланады? Біздің отбасымызда да бірнеше буынның өкілдері бар. Әрқайсысы өздерінің ойындағы естеліктерін айтуы мүмкін, тіпті кейде теледидардан осыған арналған хабарларды көреді, сөйтіп атап өтеді. Бір әлгі бұл ол үлкен бір деңгейде атап өтеді деп айта алмаймын. Бір кездері қозы мен баян хикаясы тек жыршылардың аузында, ескі қолжазбалардың парағында ғана өмір сүрді. Кеңестік кезең мен өтпелі шақ бұл қазынаны көмескілеуге тырысқанымен, халық жады оны өшірген жоқ. Осыдан біраз жыл бұрын бұл аңызды қайта тірілтіп, оны заманауи форматқа, бүкіл халықтық мерекеге айналдыру миссиясы басталды. Сол уақыттан бері мереке қандай ауқымда тойланып келеді? Әртүрлі, әрқалай атап өтеді. Негізінен бұл жаңағыдай жоғарыдан таңылмаған, болмаса бір бұйрық арқылы, өкім арқылы жасалмайтын, ешқайда есеп бермейтін сондай мереке. Концерт құрып жатады, махаббат тақырыбына әндерден концертін құрады. Кейде челлендж дейді, махаббат тақырыбына, ғашықтар тақырыбына арналған өлең жырларды оқиды. Кейбіреулер жаңағы бұл күнде өздерінің жаңағы сүйіктілеріне сыйлық жасап жатады, болмаса еске алып, болмаса дәл сол күні жаңағыдай бір-біріне көңілін білдіріп жатады. Оның формалары да көп, сондықтан бұл меніңше үлкен бір іс-шаралар алды деп айта алмаймыз, бірақ жалпы жастардың арасында өте кең танымал болды. Бүгінде мереке десе көз алдымызға сауда орталықтарындағы маркетингдік жұмыстар елестейді. Анда-мында жүгіріп жүрген жұптар өзара бір-біріне сыйлық жасау үрдісін бастап кеткендей. Бірақ әдеттегі Валентин күні мен қозы көрпеш баян сұлу мерекесінің арасында тіпті сыйлыққа келгенде де айырмашылықтар бар. Осындай ерекше күні Дархан мырзаның ойынша қандай сыйлықтар жасаған дұрыс? Меніңше ойлаймын, ең ескірмейтін сыйлық және ең бұл жақсы сөз, жақсы жыр, жақсы ән, жақсы көңіл. Шын мәнінде жақсы көңілмен бір-біріне көңілдермен бөлісіп атса, бір-біріне көңіл білдіріп атса, жастар өздерінің көңілін ашық айта алатын күн болатын болса, бұл мереке өзінің бастапқы сондай бір негізгі міндетін атқарды деп ойлауға болады. Алғашынан ақ болашақ ұрпаққа мұра болып қалуға ниеттелген мерекенің бүгінде жастар арасында танымалдылығы күн санап артуда. Әлеуметтік желідегі трендтер, эстетикаға толы жазбалар, жыр дастандарды өнерге де қосу белең алып жатыр. Осы тұста ең қызығы жастар. Жастар осы мерекенің мән мағынасын дұрыс түсініп жатыр ма? Жастар бұл күннің мәнінде, мағынасында өте жақсы түсінеді деп ойлаймын. Олар тіпті оның мағынасын толықтырып, тіпті ашып жіберуге де мүмкіндігі бар. Өйткені жастардың ойы жүйрек, олардың санасы сергек. Сондықтан да қазіргі жастардың мүмкіндігі мол, олар өте жақсы түсінеді деп ойлаймын. Кез келген игі бастаманың түп мақсаты уақыт сынағынан бұлжытпай өтіп, өзінің мәнін, дәстүрін қалыптастыру. Біз осы мерекенің іргетасын алғашқылардың бірі болып қаладық, нәтижелерін бірге көрдік. Алайда бұл мерекенің алдағы тағдыры қалай болмақ? Сіздің ойыңызша, 10-20 жылдан кейінгі жастар қозы көрпеш баян сұлу күнін қалай атап өтеді?
20 жыл, тіпті 100 жылдан кейін де бұл мереке 1000 жылдан кейін де тойланса деп армандаймын. Өйткені адамның бойындағы шынайы сезімді ешқашан жою мүмкін емес. Ол уақыт өткен сайын оның құдіреті де сезіле береді. Уақыт өткен сайын оның таза махаббат, таза ғашықтық сезімге деген құрмет арта береді ғой деп ойлаймын. Біз Қозы мен Баянды соңы қайғылы аяқталған аңыз дейміз. Бірақ шын мәнінде бұл жай ғана баянсыз махаббаттың мәні емес. Бұл мерекенің одан да көбірек беретін мағынасы бар. Бәлкім бүгінде шынайы махаббат өмірде кездеспейді дейтін пессимистер жай ғана қодардан қорыққан қозылар болар, немесе махаббат үшін тәуекел етуге бата алмаған баяндар. Не дегенмен қозы көрпеш баян сұлу күні бұл жай ғана ұлы махаббатты ұлықтайтын күнтізбенің бір бөлігі ғана емес, сонымен қатар ұлттық құндылықтар мен тарихымыздың тереңде жатқан мәдениетін әрі қарай насихаттайтын ерекше күн. Осындай мерекенің дүркіреп өтуіне атсалысатын ол ең алдымен біз өзіміз. Сондықтан 15 сәуір ғашықтар күні мерекесінің түп негізгі мақсатын біліп жүрейік. Және бұл шығарылымда сіздерге осының дәлелі болды деп үміттенеміз. Сіздермен болған Сөйле арнасы. Егер шығарылым ұнаса, лүпіл басып, міндетті түрде арнаға тіркеліңіздер. Ал пікір бөлімінде бұл мерекені сіз қалай тойлайсыз, соны жаза кетіңіз. Және сөз соңында біздің автордан кішігірім кеңес. Шынайы махаббат бар және бола береді. Егер шынайы махаббат жоқ болатын болса, дүниеде алға қарай даму қозғалыста болмай қалады. Ол үшін адам өмірді сүйе білу керек, өмірде өзіңнің жан жарыңды, жақын адамыңды сүйе білу керек, және сол арқылы сондай сенім болған кезде адамның жүрегінде, бойында сондай таза сезім болса, ол өзінің жаратушыға да өзінің таза махаббатын, ғашықтығын білдіре алады, жаратушыға да ризалығын білдіре алады. Махаббат бар және ол жасай береді.